Сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және сіз күткен арна назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсыларын ұсынамыз. Ендеше біздің жұмысымыз жалғас қалдырмау үшін видео астына өз лайктарыңызды қалдыра кетіңіз. Алматыда волонтерлер слеті өтті. Алматы қаласы әкімдігін ұйымдастыруымен волонтерлер слеті өтті деп хабарлайды Бақ.кз. Шараға волонтерлік ұйым өкілдері, қала жастары, ОЕО өкілдері, танымал тұлғалар, қоғамдық пікір көшбасшылар және тағы басқа қонақтар қатысты. Іс-шара барысында аталмыш саладағы танымал сарапшылар өз тәжірибелерімен бөлісіп, жас волонтерлермен пікір алмасты. Сарапшылар қатарында Қайратқызы Перизат, жалпы ұлттық еріктілер қоғамдысы мен қоғамдық орны басшысы Қайратұлы Әлібек, Дәулеттен қайырымдылық қорымының атқарушы директоры Владимира Влас лидер КЗ іс жоғалған жандарға, олардың туыстары мен жақындарына көмек көрсету жөніндегі волонтерлер қозғалысын басшысы және Жылқыбай Әли Көбелек балалар қайырымдылық қорының директоры болды. Сондай-ақ шараға қазақ эстрадасының жұлдыздары Музарт, Инжу, Ануарбек, Абай Бегей және Лара Рыспай қатысты. Слейттің басты мақсаты волонтерлердің бір-бірімен тәжірибе алмасып, халықтың волонтерлікке деген қызығушылығын арттырып, және олардың күнделікті қайырымды істерге қатысуын дәстүрге айналдыру, деді әкімдік өкілдері. Видеомыз кеңінен тарап, қажет жерлерге жету үшін лайк түймесін баса кетіңіз, комментарияға ой пікірлеріңізді жаза кетіңіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.